Қалап Қалтай деген бауырым мәңге аранжировка жазған ғой. Әнді өңдеген ғой жалпы. Соның арасын қазір ғана ойнап турлап жатырмын. Турлағанда арасында ритміне шыққандар болады. Тональностен, немесе баланс жағы болады. Дыбыстар қатты шығып, бір дыбыстар жай шығып кетеді. Жалпы солар турлап жатқан.
Қанат Қалтай деген бауырым мәңге аранжировка жазған ғой. Әнді өңдеген ғой жалпы. Соның арасында қазір ғана ойнап турлап жатырмын. Турлағанда арасында ритміне шыққандар болады. Тональностен, немесе баланс жағы болады. Дыбыстар қатты шығып, бір дыбыстар жай шығып кетеді. Жалпы сол турлап жатқан. Айтайын. Бұны енді музыкада пассаж дейді ғой. Гамообразный движение да. Сонда мына сызықтарды көріп тұрсыздар ма? Сызықпен бірдей болып тұрады әр нота. Енді қатып қалған заң жоқ. Арасында бір екеуі кішкене асық, кішкене қалса да болады. Қатты бүйтіп сызықпен бірдей қылып жіберсең оны. Бұл жерде жан дауысқа ұқсамай қалады. Кішкене гитара дыбысы синтезаторның дыбысы болып кетеді да. Жан дауысқа ұқсау үшін кішкене бір жерде кішкене қалу керек. Мен енді бұл жерде сәл қаттырақ шығып кеткен да ритмнен. Ырғақтан да. Мысалы мына жер бұл жерде басталу керек та, мен кішкене алдын бастағанмын. Бірақ бұл жарасты музыкамен қойған кезде. Оны есіп те көру керек та.